Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қалдарыңыз қалай? Сан түрлі ақпаратты сүзгіден өткізіп, өзектісін жеткізетін Бағдар жобасының кезекті шығарылымын бастаймыз. Өткен аптада Қазақстанда қандай жаңалық болды десеңіз, видеоны соңына дейін көріңіз, анығын біз арқылы біліңіз. Ендеше кеттік. Осы аптада саясаткер Санжар Боқаев Алматы әкімдігінің тағы бір былығын бетіне басты. Тарқатып айтайық. Базис Construction компаниясы 2020 жылы 42 миллиард теңгеге Қалқаман бекетіне дейін туннель қазуға тендерді жеңіп алған. Алайда Ерболат Досаевтың басшылыққа келуімен келісім 2023 жылы мамыр айында қайта жасалыпты. Жаңа шарт бойынша 3 жыл ішінде туннельдің ұзындығы 500 метрге қысқарып, қаржысы 67 миллиард теңгеге өскені көрсетілген. А 26 мая 2023 года Акимат подписывает дополнительное соглашение к договору 101, и сумма возрастает до 67 миллиардов 67. Итого Досаев необоснованно, на мой взгляд, увеличил стоимость работ для Base Construction. Он увеличил не на 1, не на 2 миллиарда, а на целых 25 миллиардов. Базис А құрылыс компаниясының негізін қалаушы және директорлар кеңесінің төрағасы 67 жастағы олигарх Александр Белович. Ол Forbes Қазақстан нұсқасы бойынша ең ықпалды 50 бизнесменнің тізіміне кіреді. Оның компаниясының болжамды кірісі 2021 жылғы қарашадағы жағдай бойынша 7,1 миллиард теңгені құраған. Сонымен қатар, компанияның Қазақстанда Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің ғимаратын, Орта Азиядағы ең ірі Нұрылтау ғимаратын, Алматы Арена спорт кешені, Экспо 2017 көрме павильоны секілді бір қатар нысандарды салған. Forbes журналының бағалауы бойынша 2020 жылдың қазан айында Александр Беловичтің отбасы 690 миллион ақш доллары екені айтылған. Кәсіпкердің қоржынында жемқорлар салып берген қарапайым қарашаның қаржысы бар екені анық. Жұмыс көлемін азайтып, қаржы көлемін 25 миллиард теңгеге арттыру ақылға томпақ не әрине. Ерболат Досаев, тақпен табыттың есі болмайтын біліңіз. Бюджеттің қаржысын оңды солды шашқаныңыз болашақ ұрпақтың басына қасірет болып келмеуіне кім кепіл? Ал шетелдік кәсіпкерге айтарымыз дәндеген қарсақ құлағымен ін қазады деген осы ағайын. Қазақтың жерін қамытының астына басып, қарапайым қарашаға тейтімдей телімде татырмаған кәсіпкерлерді біздегі билік безбенге тартты. Шымкентте кәсіпкерлерден құны 3 миллиард теңге болатын жалпы көлемі 77 гектар 46 жер телімі мемлекетке қайтарып алынды. Бұған дейін Алматының тау бөктерінде де заңсыз берілген жерлер анықталып мемлекетке берілген еді. Маусым айының соңында Ақмола облысында 678 миллион теңгенің орман алқаптары мемлекет меншігіне өтті. Сондай-ақ Астанада құны 663 миллион теңге болатын жер телімдері мемлекетке қайтарылды. Абай облысы мәслихатының экс-депутаты Серік Байғалиев жемқорларды өлім жазасына кесуді ұсынып Тоқаевқа хат жолдады. Байғалиев ұсақ құқық бұзушылық жасағандардың мүлкін толық тәркілеп 10 жылға соттауды ұсынды. Ал ірі көлемде ақша жымқырғандарды Сингапур мен Қытай соты секілді қатаң жазалау керек дейді ол. Айта кетейік, бұл елдерде жемқорлар өмір бойына бас бостандығынан айырылып, кейде өлім жазасына кесіледі. Байғалиев Қазақстанда өлім жазасына тыйым салынғанын біледі. Десе де, мұндай жазаны уақытша енгізу оны толық жоюға ықпал етеді деп санайтын көрінеді. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті көрермен? Пікір алаңына жазыңыздар. Осы аптада павлодарлық депутат Гүлжайна Даримова қоғамға қауіпті қиын балаларды чиптеу керек деп басы дауға қалды. Тұрмысы төмен отбасыдан шыққан балаларға микрочип енгізуді ұсынып, жасөспірімдерді түрмеден жазасын өтеп шыққан адамдармен салыстырды. Міне бейне жазбасы. Хочу спросить, люди освобождаются, которые с мест заключения, их проверяют постоянно. Ходят участковые,
проверяют постоянно, дома ли они вечером. Я считаю, что у этих детей тоже надо ставить на учет, чтобы проверять, дома ли они вечером. Если нет, прям сразу их отправлять в спецприемник, там, интернат или как. Депутатқа біз айтайық. Гүлжайна Даримова, бері қараңыз. Тұрмысы төмен балаларды қоғамнан бөле жаруға болмайды. Бәрі бір қазақтың баласы себебі. Сіз жағдайы жоқ отбасылардан шыққан балалардың дамуын депутат ретінде ойлауыңыз тиіс еді. Мәжіліс мінберінен мәселе көтеремін деген ойыңыздан арылып, қазір қызметіңізден кеткеніңіз жөн. Өйткені ұлттың ұландарын чиптеу керек деген сіздің сөзіңізден ұлтқа жанашитын адамның әрекеті байқалмайды. Петропавлда педофил қылмыстық жауапкершіліктен босатылып кетті. Өткен жылы 8 жастағы қаршадай қызды зорлаған Алексей Мальченко психиатриялық ауруханаға жөнелтілді. Сот медициналық сараптама оның кішкентай қызға зорлық жасаған кезде есін білмегенін көрсетті. Осыған байланысты Мальченко жазадан босатылып жіберілді. Солтүстік Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының баспасөз қызметі процеске қатысушылардың барлығы айыпталушыны қылмыстық жауапкершіліктен босатуды сұрағанын хабарлады. Сараптамаға сай, соттың шешіміне қарсы шығуға біздің құқығымыз жоқ әрине. Десек те, азғынның әлгі әрекетті қайталамайтынына кім кепіл? Тағы бір қыздың тағдырын ойран қылар болса, қазіргі шешім шығарған сот мүшелері толық жазасын алуы тиіс. Алматы әкімдігі 6 жыл ішінде автобус сатып алуға шамамен 80 миллиард теңге жұмсағаны белгілі болды. Бауыржан Байбек 2017 жылы 11,5 миллиард теңгеге Лиаз маркалы 300 автобус. Сондай-ақ 2019 жылы 12,4 миллиард теңгеге Жоңтонг маркалы 200 автобус. Бақытжан Сағынтаев 2021 жылы 12,6 миллиард теңгеге Golden Dragon маркалы 150 автобус. Ерболат Досаев 2023 жылы 46,5 миллиард теңгеге Ютонг және де Golden Dragon маркалы 600 автобус пен 100 троллейбус сатып алған. Жалпы Алматы әкімдігі соңғы 6 жылда 1200 қоғамдық көлік сатып алған. Байбектің кезінде сатып алынған 670 автобустың қаңтарылып тұрғанын біз көрген едік. Қыруар қаржы жұмсалған қоғамдық көліктерге ағайынның көңілі толмайды. Қала ішіндегісінде қашан көрсең ине шаншар орын жоқ. Ал Алматының іргесіндегі ауылдар қоғамдық көлікке жармай отыр. Мәселенің миллиондар емес ми шешетінін ескеру керек басшыларға. Ол аздай Алматы тұрғындар үшін жол жүру құны оңай картасымен 100 теңгеге көтерілді. Ал оны қолдаған 4 депутаттың бірі оңай холдингінің басшысы Садир Хамраев. Автопарктерді субсидиялаудан 10 миллиард теңге үнемдейміз деген мемлекеттің мәлімдемесінің артында да әлдекімдердің пайда көріп жатқаны жасырын емес. Бұл Қазақстан, балам. Астанадағы ЛРТ құрылысына қосымша 400 миллион доллар жұмсалмақ. Бұл туралы мәслихат отырысында ЛРТ құрылыс дирекциясының басшысы Серік Айтымбетов айтты. Егер бұрын жобаның түпкілікті құны 1,5 миллиард доллар болса, қазір ол 1,88 миллиард долларға жеткен. Сондай-ақ жоба 2024 жылға дейін аяқталуы тиіс еді. Алайда, енді бірінші кезеңі, яғни 8 станция 2025 жылы қолданысқа берілмек. Екінші кезең 2026 жылы аяқталып, барлығы 18 станция жұмыс істейтін болады деп сендірді жауаптылар. Алайда, мен бұл ақпаратқа сенбеймін. Ал сіздер сенесіздер ме, құрметті көрермен? Комментарийге жазыңыздар. Жаңа оқу жылында 270 мыңнан аса оқушыға орын жетпейді. Әсіресе Түркістан, Алматы облыстары мен Астана, Алматы, Шымкент қалаларында орын тапшы. 2023-2024 жылға оқу жылында 3,5 миллионнан аса оқушы мектепке барады. Олардың 380 мыңы бірінші сынып оқушылары.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше Қазақстанда 7687 мектеп бар. Оның 52-сі апатты жағдайда. 300-ден астам мектеп сабан ағаштан салынған. Олар заманауи стандартқа сай келмейді. 3 ауысымды мектептер саны 143. Бұлар тек ресми дерек. Сол себепті апатты жағдайдағы мектептер мен 3 ауысымды оқитын оқушылар саны әлде қайда көп болары сөзсіз. Білім деңгейін көтерейік деген бос ұраннан гөрі білім ошақтарын салуды бастау керек. Десек те, жауаптылар бұл істе де жартып жүргені шамалы. Мектеп салынуы тиіс жерді жекеге сатып, халыққа қолайсыз аумақтан білім ордаларының бой көтеріп жатқандығын көріп жүрміз. Ағайынның талабын алдыңғы жолға, қу құлқынның қалауын кейінгі жолға қойса дейміз біздегі шенділер. Ардақтаған құрметті көрермен, біз осы аптадағы қарапайым қарашаға қажетті ақпаратты айттық. Егер берілген ақпарат пайдалы болса, осы бейне жазбаны таратыңыздар, арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағай.